жалпы мемлекеттік кірістер комитеті бюджетке салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді уақытылы түсуін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар салық кеден саясатын жүзеге асуын қамтамасыз етеді. Және де салық заңнамасы, кеден заңнамасын, банкроттық және оңалту туралы заңнамалардың жүзеге асуын қамтамасыз етеді. Яғни қазіргі біздің кеден саласының ардагерлерін көтеріп отырған мәселесі ол осы зейнетақыға байланысты, зейнетақыны қамту сұрақтары байланысты болып тұр. Сонымен қатар құқық қорғау органдарының статусын анықтау бойынша болып тұрғандықтан ол сұрақ біздің құзыретімізге жатпайды, яғни комитеттің. Өкінішке орай біз енді бұл жерде біздің құзырет болмағаннан кейін ешқандай да ондай рекомендация, енді ұсыныстар әрине жолданады тиісті мемлекеттік органдарға. Мысалы, зейнетақымен қамту мәселесі ол еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің еншісінде, яғни ол тиісті министрліктерге жолданатын сұрақтың барлығы. Бірақ ол біздің құзыретіміз болғаннан кейін ол соңғы шешімді де қабылдайтын комитет емес. Сондықтан да біз өз тарапымыздан қолымыздан келгенін істейміз.